Саламатсыңдар ма балалар? Балалар қалай жағдайлар? Жақсы. Түгел ма сыныпта балалар? Иә. Жарайды, жақсы. Онда ашамыз кітаптарымызды оқуымызды ашыңдар балалар. Бүгін қалай көңіл күйлерің? Жақсы. Бастауға дайынбыз ба? Иә. Жақсы. Онда балалар барлығымыз орнымызда тұрып, сабақта бір-бірімізге сәттілік тілейік. Бүгін мен сабақта жақсы білімін көрсетуге Айданаға сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақта көңіл жүр. Бүгін саған сәттілік тілеймін. Дастан, бүгінгі сабақта саған сәттілік. Сабағыңа бестік тілеймін. Бүгінгі сабақта жақсы. Бүгінгі сабақта тек бестік бағаны ал. Бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақта саған Бүгінгі сабақ жақсы. Бүгінгі сабақта көңілді жүр. бүгінгі сабақта Бестік ал. бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақта саған тек жоғары баға тілеймін. Бүгінгі күнге сәттілік, күндерің беске болсын. Бүгінгі күнге сәттілік. Достар, барлық оқушыларға сәттілік тілейміз. Жақсы балалар, онда отырамыз. Сабақта балалар былай қыламыз. Қазір топқа бөліну үшін кеспе қағаздарын таратамын. Сол кеспе қағаздарының үстіне қарай өздерің әрқайсың топқа отырасыңдар. Онда балалар киімдерін мына жерде кеспе қағаздарын алыңдар. Жақсы балалар, онда бөлінген орнымызға барып отырамыз. Жақсы, отырамыз. Арай отырамыз. Енді онда бүгінгі біздің тақырыбымыз ондық бөлшекті 10, 100, 1000 және 0,1, 0,100-1, 0,1000-1 сандарына көбейту және бөлу тақырыбына есептер шығарамыз. Онда бүгінгі тақырыпты жазамыз. Бүгінгі тақырыпты жазамыз. Жаздық па? Жазып болғаннан кейін бүгінгі тақырыпты жазып болғаннан кейін балдар мен мына жерде мынау бірінші топтың топ басшысын ниетке осы топ мүшелерінің өзін бағалап отыруды тапсырамын. Жарай ма? Мына жерде Балнұрға өзінің топ мүшелерін бағалап отырады және Мергүл өз топ мүшелерінің бағасын сабақ соңында айтатын боламыз. Онда балдар жақсы тақырыпты жазсақ, біз өткен сабағымызды еске түсіру мақсатында кубизм әдісі бойынша талқылайық. Онда балалар мына жерде куб тапсырамын. Осы кубта бірнеше сұрақтар жақсырылған. Сол сұрақтарды алып, барлығымыз жауап беруге тырысайық. Қане? Қай топ дайын? Ал, бірінші топ дайынбыз ба? Ал, Аружан айтады, қандай сұрақ берілген? 79 жарайды, даусыңызды шығарып. Айтамын. 2,6 дейді. Дұрыс па? Дастан сенің қандай сұрақ беріпті? Бар ма сұрақ? Болды, жақсы жарайды. Амин. Ондық бөлшекті онға қалай көбейтеді? Ондық бөлшекті түрден кейін неше нөл болса, соны
Балнұр, сендер дайынсыңдар ма? Ал, Балнұр, айтамын. Оны бөлшекке бөлу үшін бөлгіште үтірден кейін неше цифр ондық санға болса бөлгіштегі үтірге бөлгіштегі үтірге сонша цифрлы ондық санға қарай оңға қарай жылжытамыз. Жақсы. Нұртас, сенде қандай сұрақ берілген екен? 0,5-ті 3-ке бөлеміз. Ауызша есепте 0,5-ті 3-ке бөлсек 0,100-ден 1,5 болады. Нұртас, жақсы, сәл шатасып қалды, ештеңе етпейді. 1,5 болады. Толқын, кім дайын бар ма? Небір тобында дайын оқушылар? Айта басты. 0,3-ті көбейтеміз 2-ге. 0,3-ті көбейтеміз 2-ге 0,6. Оны жарайды, жақсы. Тамаша. Елжас? 2,1-ті көбейтеміз 10-ға. 1,1-ді 10-ға көбейткенде үтірі қалай жылжиды? Қандай сан пайда болады? 21 деген сан пайда болады, 21 деген сан пайда болады. Сәл елжас қателесті, бірақ ештеңе етпес, 21, 10-ның 1 нөлі болғандықтан бір үтір есейді 10-ға қарай жылжып береді. Тағы кім? Бар ма сұрақ, бар ма? Нұрдәулет, қандай сұрағың? Ондық бөлшекті қалай азайтады? Жақсы. Ондық бөлшекті азайту ең кіші радиаттың бірліктерінің қосуда басқа радиаттар бойынша орындалады да үтірдің астына көтеріп қойылады. Дұрыс айтады Нұрдәулет. Жарайды. Керемет. Қан арай? 5,2-ге 10-ды көбейт. Ауызша есепте 52. 52 дейді. Толқын бар ма сендер сұрақ? 10-дық бөлшек былай жазылады. 10-дық бөлшек үтірге кетеді. 10-дық бөлшек үтірге жазылады дейді. Жақсы. Толқын отырамын. Жақсы. Онда біздің жауаптарымызға қош емес білдіріп қояйық. Жақсы. Онда балалар біз бұлай қылайық. Оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулықпен қазір оқулығымызды ашамыз. 936-шы есепке қарай қойыңдар. Топ басшылар өзіміздің неміз бағалап түртіп қойып отыра қойыңдар. 936. Номері 936. Мына жерде тақтаны бірінші топтың оқушылары, екінші топтың оқушылары, үшінші топтар. Қане кім шығады 936-дан? Аружан келе ғой. Арайсы келе ғой. Және Өркенбай кел. Келе қойыңдар. Дәптерімізде жазып отырамыз. Бақтар, орнымызда отырып орындаймыз. Аружанның есебі дұрыс па? Аружанның есебі дұрыс па? Қай жері? Елжас түзетем дейді, түзей ғой Елжас. Елжас түзетемін дейді. Не болмау керек? Алдында не болмау керек дейді. Жақсы, 0 болмау керек дейді. Дұрыс отырады. Келесі шығам деген бірінші топтың оқушылары келіп шығара береді.
майдана отырады, жарайсың. Ретімен жазамыз, арай. Баған түріндегі өшіресей, астында. Әселдің есебі дұрыс па? Әселдің есебі 3-0 болғандықтан үтір қалай қарай жылжиды? Солға қарай. Әсел? Солға қарай. Солға қарай Апай, мен жылжиды. Дұрыс отырамыз. Жазамыз балалар. Жазамыз. Қандастан болдым дейді. Не үшін 9-26 шыққан? Жауабыңды айтып жіберші, себебі? Себебі үтірден кейін ауылда сан жоқ, сондықтан нөлді қысқартамыз. 3-0 болғандықтан 3-0 болғандықтан жүктені солға қарай. дұрыс жылжиды. Жарайсың, отырамыз. Арай Адай сенде қалай 215 жауабыңды айтамын. Есебің дұрыс. Себебі жүздің 2-0 болғандықтан үтір 2-ге жылжиды. Жарайды. Келесі. Бізде бір нені? Қан солғын шығады. Тағы бізде кен нұқтасы біреуіне кел. Нұқтасы біреуіне келе ғой. Жарайсың, дұрыс. Жақсы, жарайсың, отырамыз. Дұрыс па? Есеп толық түсінікті ма? Түсінікті болған болса жазып аламыз, сосын тақтаны мен өшірейін, келесі есепті шығарамыз. Өшірейін ба тақтаны? Жазып аламыз. Өшірейін ба балдар? Тақтаны өшірейін. Қазір бізде 939 есептер жазылды. Сандар берілген осы бөлшектерін 100 есе, 1000 есе арттырды. Яғни не істейміз? 100-ге 1000-ға көбейтеді екенбіз. Онда 900 Нұрдәулет шығады. Біреуіне Нұртас шығады. Нұрғазы тіл шығады. Қалғанымыз орнымызда отырып шығады.
жарайсың. Толқын кел. Бұл жерде бір нәрсе
Mağdan esebini görüp жүрсеңші. Қателесті ма Өркен бар? Ya abi siz bu Қай жерден қателесті? Толығын айтшы. mungkin basına basına koydu da kendi ayağına koydu. Ондай басында нөл қойылмау керек. Я сонда жауабы қанша шығу керек? 9 шығу керек дейді. Дұрыс. 9 шығу керек дейді. Отырамын. Енді жазып аламыз. Жазып алайық. Балдар онда былай аламыз. Мен мынау есеп шығардыңдар ғой. Енді шығарған соң шамалы сергіп алыңдар. Мен мынау видеороликті қосайын. Қан барлығымыз бір ойымыз бөлініп демалып алатқан. Партаның шетіне шығайық. Dayındalып отырыңдар. Маған өзіңіз көмектесіп бересіз ме? Кім шығарымыз дайындалып отырайық? Кім шығарымыз дайындалып отырайық?
Қазір бұл бірінші, үшінші топтың балын қазір бірінші топ алып қойды. 21 болады дейді. Дұрыс, е? Дұрыс, нұртас отырады. Нәтиже қойылды. Қандай сан шықты? Оқи қойшы. 13,85. Дұрыс па? Келісеміз ба? Дұрыс. Нұрған отырады. Жарайсың. Көптер шығады. Дұрыс па балалар? Күңдерші. Қандай не үшін бұндай жауап шықты? Жарайсың. Мені қандай түсіндіріп айтады, е, Меруерт, жарайсың. Көркембай айта ғой жүйелдің жауабы қалай шықты, не үтір қалай жылжыды. Бұл жерде 2-0 болғандықтан онға қарай екі рет жарайды. Сол себептен жауабы қандай сан шықты, Көркембай? 500-10-нан 500. 500 бүтін 100-2 болды, е? Жоқ, қазір өз кішкене ойланып шығара берсін. Жазыңдар балалар, таптадан жазып отырыңдар. Кавсар мектебін түсіндіріп кетеді. Бұл жерде көбейткіште 3-0 болғандықтан Ондық бөлшекке 3-0 болғандықтан. Үтір қайдап қалай жылжиды? Оңға ма, әлде солға ма? Солға. Солға жылжиды. Сонда 3 рет жылжытқан кезінде қай жерге барады біздің үтіріміз? Аружан? Дұрыс па, Меруерт? Абнет айтшы, өз солға қорғасыншы, өз солға. 0,10-нан 825 шығады. Алдынан 0,10-нан 8,320. Не ал? Қалай жөндейміз оны? Кавсар жөндеші. Жаңа бізде кавсарда үтір қанша рет жылжып қалды? 3 рет. Я бірақ алдына не қоймай қалды? Арайсың, дұрыс екен. Жақсы, отырамыз. Енді бір ғана тапсырма, екінші тапсырманы аламыз. Хан, балнұрдың есебі дұрыс па? Жауап беремін, балнұр. Жазамыз. Тыңдай. Себебі? Пайда болған санды қандай сан? 138 Жарайды.
жүзден 4 болды. Жақсы. Иә, жақсы. Әсел жарайды, отырамын. Жақсы болып қалғанда жақсы балалар, иә? Келесі есепке дайындық жасаймыз. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Сұрақ бар ма? Жазамыз. Қане, айда қойшы. Айда қойшы, есебін қалай шыққанын, үші оңға жылжыды, әлде солға жылжыды, айда қойшы. Айда қойшы. Burada көбейтсек, бұл жерде Екі жылжыған кезінде қоя тұрыңдар. Өзінің тобы қорғайды ойын екі жылжыған кезінде енді дұрыс болды. Бізде қазір онда алдындағы, айдан алдындағы екі нөлді не істейміз? Иә, алып тастаймыз. Сонда қандай пайда болды айдан оқышы? 7,9. Енді жақсы, иә? Енді жақсы, енді жобаға келді. Жазып аламыз, балдар. Жазып аламыз. Нұқта соңғы есеп жазбады ма? Соңғы есеп жазбады ма? Жазып аламыз. Егер жазып алсаңдар, қазір мен күштемін. Енді кішкене күрделірек есепке шығарамыз. 951-ші есеп. 951-ші есепте номері 951-ші есеп.
Елжас өзің есебіңді айтауын. Өзің есебіңді айтауын. 26 шықты дейді, дұрыс па? 26 шыққан, дұрыс па? Дұрыс. Жарайсың, бүгін белсенді, дұрыс 47 шығас. Өзіңді қан жазам. Қан нұртас шығамын дейді. Нұртас шығамын дейді. Қан жазам шықтыда есеп. Әсел біреуіне шығамын жоқ. Әсел келі. Аружан бір есеп шығарып берді. Мен өзімізде тапсырмаға батып қаламыз. Ол жоқ екен онда ақшаны отырамын. Нұртас не oldu? Жақсы, отырауын Нұртастың есебі. Дұрыс болды, отырауын. Әселдің есебі дұрыс отырауын. Арушаның есебін көріп жіберейік. Арушаның есебі осы дұрыс отырауын. Жарайсыңдар балалар. Онда. Балалар мынандай қыламыз. Бүгінгі үй тапсырмасын белгілеп алайық. Жақсы, керемет жақсы түсіндіңдер. Үйде тағы да қайталаймыз. Жарай ма? 952 есепті үйге аламыз. 952 есепті үйге аламыз. Онда балалар бүгін сабаққа қалай нені түсініп, нені түсінбеді. Мына жерде мен мынандай парақшалар белгілеймін, беремін. Соны жазып тақтаға іле қойыңдар. Кері байланыс жазайықшы, тақтаға іле қойыңдар. Бүгін сабақта не қызық болды, неге түсінбей қалдыңдар? Не жаздыңдар? Бәрімізден қойысқан арайтшашы отыршы. Оқшы өзің кері байланысыңды. Не жаздың, не түсінбей қалдың? Келесі сабақта сол жағын тоғылайық. Не түсінбей қалдыңдар? Арай, оқи қойшы кері байланысыңды. Бүгінгі сабақта маған ұнағаны 951 есеп. Маған барлығы ұнады. Жарайсың, іле қой. Ұнаса болды. Бізде енді қай жерден түсінбей қалдық, 100-ге көбейткен кезімізде қанша нөл жылжытуымыз керек, сол жайынан үйде қайталап келеміз ба? Қайталап келеміз, Өркенбай, саған сабақтың қай тұстары ұнады? Бүгін мен осы 951-ді есебі шығарған ұнады.